Әмир, сен осы күндер күреске қатысып жүрмісің? Я, адам қазіргі кезде жан-жақты болу керек. Қайырлы күн, балалар. Мен сендермен ойнауға өзімнің досымды ертіп келдім. Ол да сендермен ойнағысы келеді. Привет, ребята, меня зовут Жания. Что-то не так? Әмир, айтшан маған, мен олармен ойнағым келмейді. Неге? Себебі мен орысша жақсы білмеймін. Өткенде балалар сол үшін күлген. Өздері қазақтар. Өз тілін білмейтін жаман балалар. Шыным ұстайды сондайларды көрсем. Менімше Жания күлмейді. Күлсе көрсетеміз. Түу, балалар, сендерге несі ұнамай тұр? Менің досым өте жақсы қыз. Өз елінде қазақша сөйлейді деп мазақ қылатын болса, онда олар барып тұрған мәңгүрт надандар деп атам ашуланып айтты. Бұл қашанға дейін жалғасады? Ну, ребята, давайте играть. Қазақша айтып сонда ойнаймыз. К сожалению, я не знаю казахский язык. Ты өзі қазақсың ба? Да, я казах, немножко понимаю. Еркайым, ренжіме, біз сен досымен ойнамаймыз. Сендер өзі тиме дейді, түйеде қылып тұрған жоқсыңдар ма? Еркайым, сен мұна сөзіңді досыңа перевод жасап түсіндірмесең, түсінбейді. Ойнамасаңдар ойнамай-ақ қойыңдаршы, біз өзіміз ойнаймыз. Доча, я же тебе говорила, сколько раз, а? Никогда не оставляй дома свой сотовый телефон. Мам, почему вы меня не учили казахским языком? Ана тілін білмеуің, ананың арын төккендей, тілді бұзып сөйлеуің, өзіңді өзің сөккендей. Тілде олқылық бой алса, тым алысқа бармассың, ана тілің жойылса, халық болып қалмассың.